білесіздер ме аналар конкурсындағы өмір сүруіне бірнеше айлар қалды дейді. Біз қатты кәдімгідей шок болдық қой. Қалай бұл қалайша сонда? Не болған сонда? Көмектеспей жатыр ма сонда? Химия ешқандай да көмектеспей жатыр. Химияның уже көмегі жоқ деп сөйтеді ғой. Я қатты ашуландым. Неге деп та? 2 жыл қиналды ғой, қатты 2 жыл бойы қиналды ғой. Қазір ойлап отырсам, 8 операция болды ғой вообще. 8 операция, протонный терапия. Қаншама зат болды ғой деймін да қысымда. Нәзігімде Алланың берген нұрында, Алланың берген шапағатына, Алланың берген періштесі маған. Бүкіл әлемдердің Раббысы, Алласы. Я Раббым, сондай көзі звездочка алып, сондай көзім бір келмей. Нәзік қылып жан бер. Нәзік қылып берген, сыйлық қылып берген қызым ғой. Бірақ сонша жаны қатты қиналып. Енді сонда болды ма, біткен ма? Бірақ ол адам ғой, әшейін маған айтқан. Әшейін олар по статистикам айтады. Тек осынша ай қалды, осынша не қалды. Бір қарай емі жоқ деп. Күтіңіз енді қашан кететін одан. Күтіп просто күтесіз деп. Күннен күнге ол ухудшение бере береді. Жүрмей қалады. Очень көптеген зат айтты. Көп ухудшениесі. Үлкен адам болғасын, ересек адам болғасын, Гуглдан бәрін естеп кетесің, қарап кетесің. Бірақ біз спирит еткіміз келген жоқ. Өйткені көзіндегі жанарын көріп тұрып қой. Бала ғой, бала өмір сүргісі келеді әлі, ойнағысы келеді. Өмірді көргісі келеді, ата-анасының қасында болғысы келеді. Соның барлық бүткіл осы жер шарындағы барлық онкологияны істейміз деп шештік. Іздеді. Дәс қара әлі күнге дейін істеп келе жатыр. Точно ответ болған жоқ ешкімнен. Кейбіреулер айтты, келісеміз деді. Енді Сан-Жуанда да Испаниядағы өте сондай бір жақсы детский онкология болғасын. Ол жақта мамандар білікті болғасын. Біз олардың шешімімен келісеміз деді. Біз хотя бы ойлағанбыз, ол протонный терапия алсақ екен депті. Қайтада операция ол өте ауыр екен білеміз да. Хотя протонный терапия. Протонно-лучевой терапия. Бірақ мен ол кісі айтқан болатын. Болмайды. Протонный бөлім уже. Просто ол сізді ол затты істейтін болсаңыз, бала қатты хочет беру мүмкін. Одан сайын метастаз тарап, өте агрессивный опухоль ғой. Одан сайын жаман қылып жіберуіңіз мүмкін. Сонымен ол кісіде өйтіп айтқан болатын, келісемін деп та, онкологтың айтқан сөзіменен. Бірақ біз сондайда настойчиво тұрған әкесі екеуміз. Иншалла бір чудо қалатын сияқты. Білмеймін, мүмкін Алла жүрегімізге салып ма, мен білмеймін, бірақ бір ем табып қалатын сияқты. Бір чудо болатын сияқты. Жоғанда қалайша сен баланың осындай қызғынды айлар қалды. Күн енді қашан өлетін осы күн болатын.
күннен күнге состояние ухудшаться ете береді дегендігі қайбір ата-ана көтереді құрсын сөзін. Қайбір ата-ана онымен келіседі, сосын күтіп таждансып айтып отыр. Күнде Құдайдың құттығын жылап, сен жылайсың ғой бәрі. Онда қалай келісесіздер? Екі қолың барда, екі аяғың барда, көзің сауда. Осындай 21 ғасыр дамыған заманда неге әрекет етпеске, неге іздемеске? Мүмкін бірдеңе болып қалар, мүмкін бірдеңе табылып қалар менімен. Иә. Жыламай оққан болды, жыламай. Жас қарап қатты жылаған. Мама жыламашы. Мама жыламашы деп жатырмын жаман. Мама жыламашы. Папасы, папа, мама жылап отыр дейді. Мама жылап отыр, мама жылап отыр. Осындай жақсы мен сен үшін жыламаймын, енді жыламаймын, мен өтінемін жыламаймын деді. Сол үшін жыламауға тырысып жүрмін. Жыламау керек, иә, маған мықты болу керек. Иә, жылайсың, қоясың, бірақ жылағанмен шынымен. Иә, шығарасың душаңның бәрін, айқайыңның бәрін шығарасың, жылайсың. Бірақ жылағаннан пайда жоқ. Жылаған дұрыс, бірақ жылағанда мен осы сәждеде көбінесе жылаймын. Алламен сырласып, Алламен сөйлескенде жылаймын. Күйеуіне де басқа біреуге де жылап, толқы жоқ та. Алла естиді, Алла сені түсінеді. Білем, Алла түсінеді. Алла бәрін естиді. Жүрегіңде не қалайтыныңды Алла біледі бәрін. Сонда әр намазымда сәждеде жатып жылай беремін. Білмеймін. Қазір жасымен жатыр. Шоколад алып келеді, мама. Большой шоколад дейді мана. Кішкене бүгін бері қарай қарап жатыр, кішкене сөйлеп, кішкене қылып жатыр да, ана ветрянкасы желеп кетіп жатыр. Шүкір. Ол да Алланың құдіреті. Бірақ енді бір шешімі тауып қалса екен. Алладан жалбарып сұрап жатыр. Қазір Зүлхиджа айы ма? Сондай ғой. Сажда бар, саждадан қарағатын әйтеуір. Сол айда бүткіл енді жақсы сауапты істесең, бір арманыңды орындайтын шығар енді Аллахым. Сенемін. Иншалла бір түк болып қалатынына. Просто ішкі состоянием ғой. Алдымда бір кісі айтқан. Знаешь, лежат люди, которые болеют раком, именно взрослые люди, если болеют раком, им очень сложно жить с этим раком. Знаешь почему? Потому что они же взрослые. Они смотрят телефон, они все ищут, они днем и ночью не спят. Они очень взволнованные, очень нервные. Да? Олар ойлай береді дейді. Одан қарай береді. Уақыттарын қашан уақытым келеді, анау уже өмірден уже төніп кетеді олар дейді. И взрослый адамға рак болып ауырған ол өте ауыр дейді. Ал кішкентай бала келетін болса, кішкентай баламен рак болып ауырғаны, онкологиямен ауырғаны оңайырақ. Қалай десем, сен дауыс естіп жатыр. Бисмилля. Жаңа қорқам кейде бір деген. Жан. Ол қалай десем,
детская онкология, ана же детский дейді. Они самоневинность олар. Олар ештеңе ойламайды дейді. Олар ойлайды, просто бір ауырып жатырмын ғой деп. Келесі күні аяқпен тұрып кетеді. Жүріп кетеді, как будто дым болмағандай. Ештеңе олар ойламайды. Олар өмірмен наслаждаться етеді, олар күледі. Жылайтын жақында жылайды, бірақ олардың ойламайды. Олар уайымдамайды. Олардың ойында ешқандай жаман ой жоқ дейді. Сол есіме түсірсем, Жасминтай, білетін болсаңыз, аяғын сындырып алған кезде сол кезде тайдай басып жүргісі келген несі ғой деймін да. Мен айтамын, сонда да сонда аяғы ауырмағаны ма деймін да. Бүйтіп жүргісі келіп талпынып не қылды ғой, әрекетін істеп та. Бірақ оказывается, сүйектері уже трещина берген екен да. Қолы өзімен өзі трещина, бірақ қолымен ойнап жүрді да, ойыншықтарын алып, ештеңе ауырады деп айтпайды, аяғын ауырады деп айтпайды. Барса, оказывается, трещинада, қолда трещина, сүйектері сынған, аяқтарда трещина, сүйектері сынған. Қарап отырсам, айтпайды да. Как будто вот не больно жүрді. Ветрянка мне ауырды да, күліп отыр. Мама, это большой да, бірдеңе деп әңгімесін айтып отырды. Құдай жаным. Алланың берген нұры, Алланың берген періштесі маған. Просто осында бір естелік болып қалсын деген ой. Мен просто бөліскім келді осындай бір ішкі состояниемен. Просто әшейін білсін. Кімге айтып жатқанын білмеймін. Кім қараса сол қарайды. Тек Жасминтайым аман болсын. Жасминтайым аман бол. Бұйырса сені тұрмысқа шыққаныңды көрейін. Иншалла, әкең екеуміз, ағаң екеуміз сенің садикке барғаныңды, мектепке барғаныңды, колледжге барғаныңды, универге барып оқу бітіріп диплом алғаныңды, жұмыс жасағанды, бірнеше айлық алғаныңды, махаббатың кезіріп тұрмысқа шыққаныңды, балалы болған бәрін көрейік, иншалла. Әкең екеуміз көрейікші барлығы. Тақсы. Иншалла осы видеоны менің қызым қарайды деген ойдамын. Иншалла қарайды менің Жасмин. Жасмин менің осы видеомды қарайды. Мен сені жақсы көремін, қызым. Мен сені қатты жақсы көремін. Қатты жақсы көремін. Сен Алланың нұрысың, Алланың гүлісің. Махаббатымыз сыңсыздым, қызым. Бәрі жақсы өтсін де. Бәрі жақсы. Барлығымыз осы өмірде солай өмір сүруіміз керек шығар, да, бала құсап. Ештеңе уайымдамай, интернет қарамай, іздемей, просто ойнап, позитивді болып, өмірде күліп, солай жүрсе өміріміз ұзанатын сияқты. Чем ана интернетті қарап, біреудің өмірін қарап, мен бірдеңе ізденіп, мынаны бір уайымдап, бәрін Аллаға тапсырып, не болса сол болсын, мен саған сенемін, Алла. Ең жақсы, Алла біледі, Алладан басқа ештеңе білмейді. Саған ең жақсы не зат екен. Ештеңе уайымдамай сөйтіп жүріп өмір сүруіміз керек ау. Жасминтайға қарап көп сәт үйренесің. Намын Жасминімен, алтынымен, шыста қызымен. Алдан сағынып шығысы қыз. İnşallah bär жақсы. İnşallah. Жақсы.